Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен қарақұмықтан жасалған котлеттің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қарақұмықты, яғни гречканы жақсылап жуып, пісіріп, салқын жерге қойып қоямыз. Енді қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырамыз. Оның үстіне сәбізімізді салып, оны да қызарғанша қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін суығанша салқын жерге қалдырамыз. Сосын суыған гречкамыздың үстіне 3 жұмыртқа, тұз, бұрыш және паприка қоссаңыздар болады, барлығын салып блендердан өткіземіз. Гречкамыз пюре болды, енді оның үстіне жаңағы қуырған пияз бен сәбізімізді салып, оны да езіп аламыз. Енді әдемілеп тұрып котлетімізді жасаймыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Негізі қарақұмық өте пайдалы тағам, белоктарға бай және де салмақтың қосуына әсер ететін көмірсутектер аз. Асқазанға, ішекке өте пайдалы. Және асқазанда тез сіңеді, сол үшін отбасыларыңызға, балаларыңызға көптеп дайындап беруге тырысыңыздар. Енді табамызға май құйып, қыздырып, жақсылап әдемілеп қызартып қуырамыз. Осымен біздің қарақұмықтан жасалған котлетіміз дайын. Тап жатсаңыздар ас болсын. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Арайлым.